Енді ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Енді мен атым Молдашев Бауыржан Маратұлы. Документте кезінде қыздар қате жазып жүрген, Бақытжан деп. Удостоверение. Негізі туған свидетельство о рождении біз Молдашев Бауыржанмын. Сол енді мынау мен деген айтын келіп отқан себебі, енді шыдамым таусылды. Енді почти 7 ай болды. Енді машинамнан айырылып қалғалы. Соны енді жазбаған жерім жоқ, бір тәжіге жаздым, ешқандай ответ жоқ. Енді мен айтайын дегенім, машина жөнінде бір оқиға айтайын деп едім. Сол мен баяғыда сентябрьдің 12-сі 2018 жылы әйтеуір машина алдым. Оликстен қарап, сол машина алым бөліп, сол машина бір Ақтөбеден бір машина тауып, сол машинаны ошым манағыдай енді кредит деген не барға, соны сөйлесіп манағана жігіттермен. Ол жігіттерді манағы сол жігітке бір Ақтөбеде танысым бар еді, сол арқылы шығып, ол депутат болып істейді екен. Жағдайы жақсы жігіт екен, дұрыс адам екен білдім. Сосын бірінші Оликс арқылы қарадым. Содан кейін манағы нені сол жігітпен сөйлесіп, ошым жартылай кредитке, жартылай манағыдай ақшалай деп манағы ошым сөйлесіп, сол ошым мында келіп, ол жігіт мында айтып келді, машинасын осын карсити деген бар ғой, костюмға өткізетін жер. Соған өткізіп, ошым манағы машинаны жартылай ақшасын төлеп, жартылай манағы сөйлесіп алдық. Ол машина еще ол деген ондай аварийный состояние болды. Оны мен еще ремонттадым, оңдадым, адам қылдым. Одан кейін сол банкке, ол енді ана банкке манағы жігітке ақшасын береді. Ол манағы кім, Көзғарин Берік деген Ақтөбенің жігіті. Сол банктен енді банк сосын манағыдай банкпен келісіп, ошым манағы банктен алып тұр машинаны. Машина ошым енді қалай банкке кредит төлеп отырмын, былай айтқанда ошым. Содан машинаны айдадым. Айдағаннан кейін где-то бір 6 ай өтті. Айдағаныма кредитін төлеп отырмын, 6 ай өттім, жасын төлеп тастадым. Сол бір ана жолдасымның несінде қазайка садақа болып, атамның садақасы 2 жыл қайтқаннан. Сонда барып отырдым садақада. Сол бір Атыраудың жігіті келіп, біреуі кім мынау Орал, біреуі Аслан деген қара жігіт, фамилиясын білмеймін, қазір енді телефондарында алмайды. Сосын екінші Ақтау Нұржан деген Оралдың опері, 2 опер келіп, ал осылай машина алып кетеміз. Дұрыс түсіндірген де жоқ. Не болып қалды деп манағы. Сосын манағы алып кетеміз машинаны деп болмай. Мен қалай алып кетесіңдер? Менің заңды машинам, мен техпаспортымды түсіндіріп жатырмын, түсінбейді. Сосын спецназ шақыртамыз, участковый шақыртамыз деп. Ошын бәрін шақыртты. Ошын бұлар да болмай, онда айқайласып біреу айтады, неге бердің деп. Мен айтамын, азымыз оқығанымыз бар, школда 4 алғанымыз бар, енді ондай көрген емес, сол айқайласып тұратын. Мен заңды адам болғасын, баяғы сеніп, баяғы формамен келіп тұрғасын. Сосын 1-2 жұма деп манағы қараймыз, тексереміз, сосын береміз дегесін манағы машинаны бердім мен енді. Ештеңе білдірген ештеңем жоқ қой, бұлар арасың енді. Машинаны өзіміздің артымыздың ақ екенімізді, артымыздың дұрыс екенімізді білеміз. Сосын енді манағыдай бердік қой. Содан машина жоқ. Бір қағазды 5 мен фотоға түсірейін дедім, фотоға түсірген жоқ. Ошым бір өтірік бір қағазды көрсетті де, ошым манағы Аслан деген Атыраудың неші жігіті, опера. Сосын мынау Ақтау Нұржан деген. Ошым алып кетті. Жартылай қағазға қол қойдырды, қойдырмады. Ошым тартып алғандай қылып, манағы садақаның үстінде ұят жасап, мені кісілердің көзінше позорға алып кетті. Бірден бүлдірген адам сияқты болдым да, ана жерде. Ұят. Далаға қаңғытып. Содан 1 ай өтті, 2 ай өтті, 2 айдан кейін тек қана постановление шығып тұр. Машина арестовать етілсін, машина ұсталынсын деп, тек қана 2 айдан кейін шығып тұр манағы не. Машина ұсталсын деп. Олар сонда мені 2 ай бойы заңсыз алып кеткен болып тұр ма сонда. Енді бұл машинаның оқиғасы манағы енді сөйтіп алып кетті. Содан кейін мен сұрақ қойдым, бұл машинаны неге алып барасыңдар деп. Ал осылай баяғыда 2016 жылы Атырауда бір ұрлық болған. Бір байдың үйінде, білмеймін енді, үйінде 180 миллион ақша болған дейді сейіпте. Аты-жөнін айтқан жоқ, әйтеуір бір кісі соның үйінен өздерінің жақын жұрттары, кәмелетке толмаған балдар, ошым Сұлқайдаровтар дей ме, ошым айтып білмеймін. Әйтеуір содан ақша ұрлапты. Енді ол ақшаны ұрлағаннан 4 жылдан кейін сол ойда ұсталмайды. 4 жылдан кейін ұсталады.
4 жылдан кейін ұсталып қалады. Осы январда биыл. Ұсталғаннан кейін манағыдай мен аны жартылап түсіндірген жоқ. Мен түсінігім бойынша бұлар манағы нені ұрылардан сұрайды ғой енді. Әй, ақша қайда деп. Бұлар айтады, біздер машина алдық. Машинаны қайда жіберді? Машинаны олар ағасының атына апарып етеді. Ағасы апарып оны Сағдат деген жігітке сатады. Иә. Сағдатты қай жақтікі білмеймін, Сағдатқа сатады. Сағдаттан Берікті мен алып тұрмын ғой. Енді ол жерде ақшаны деген енді Сағдатқа сатқанда Сағдат ақшасын қайтарып берген бұларға. Бұлар дәлші мана кеше сотта сұрақ қойып отыр. Дәлші үй алған, Ақтөбеден дәлші кеткен. Сосын Сағдат ақшасын қайтарып береді. Сосын Сағдат Берікке сатады. Берік маған сатып тұр. Ja, ошым сөйтіп алып кетті. Содан енді машина алып кетті ғой. Жарайды, жақсы, енді 1 жұма 2 жұма шыдаймыз ғой енді. 1 ай өтті, 2 ай өтті, ешқандай хабар жоқ. Міне Парасат деген артынан тастап кетті нөмірін. Нұрлан ұлы Парасат дейді. Иә. Кісімен дұрыс сөйлеспейді. Звондасам алмайды телефон. Алсам манағыдай не істейді? Ашуланып, мана как будто мен бірдеңе бүлдірген адам сияқтымын. Ешқандай бір грамотный оқыған адамдар ғой. Грамотный жауап беріп, бір адамға ашуын басып бір енді дұрыстап сөйлесуге болады. Жоқ, телефонды алмайды. Алсам манағыдай оқымаған надан адамдар сияқты. Иә. Әй деп сөйлесіп кісін деген, грубо сөйлесіп, телефон жауып тастай береді. Нұрлан Парасат деген. Ол еще манағы істе жазбаған манағыдай. Мана Сағдат пен Берікті жазбаған. Иә. Жоқ вообще істе. Кеше сотта деген соттың өзі манағы ордан сұрақ қояды, мынаны танисың ба, мынадан машина алыпсың ғой дейді, мені көрсетеді. Анау айтады, ойбай, мен бұны танымаймын. Мен айтамын, мен ұрыны танымаймын деп. Ей, неге сен танымайсыңдар, неге сендер бір-біріңді алдайсыңдар, өтірік айтасыңдар, сот ұрысып отыр. Иә. Сонда анау Сағдат пен Берікті деген ол енді ұры қайдан таниды? Ұры мені көрген жоқ өмірінде. Ол енді Сағдатты сатқан адам ғой. Ортада Берік бар. Оны жазбаған манағы тергеуші. Сонда деген енді сот ұрсады еще оған. Әй, сен деген ана ұрыға. Әй, сен мынаны не істемедің ба деп манағыдай. Мынау машинаны сен танымаймын деп отыр ғой деп. Сен неге өтірік айтасың дейді. Мен айтамын, мен шынында мен танымаймын. Одан мені танымайды. Сағдат пен Берікті ол ана мана Парасат жоқ қылып жіберіпті. Иә. Куә ретінде де ешкім допрос жасамаған, ешкім білмей отыр оны деген. Соны енді не басында ортайды? Ошым қазіргі 2 ай болды, сосын бүгінгі таңда қазір 7 ай болып отыр ошым. 7 ай болып отыр, 3 рет 4 рет сот болды. Енді адвокат жалдадым мен. Адвокат жалдадым, онда ялғанда бір дос бар еді, соның бір қайта келгесін жерде ол адвокаттың да қажет жоқ қой. Мен мысалы мен енді добросовестный покупательмін, ешкім білдірген жоқпын. Мен мынандай жағдайға ұшырайды деп ойлаған жоқпын. Сосын енді жұрттан ялғанда манағыдай адвокат жалдады деп біреулер ойлап қалар тағы анау мынау деп. Иә, ертең жалдаған жоқ, машинасын сол үшін бермеді дегесін. Манағы бір жолдас жігіттің бір таныс әйелі бар екен. Оған бердім, оның әйелі танымаймын. Ол қазақша білмейді. Сот қазақша болған, ошым ақшам деген бостан-босқа кетті ошым. Иә. 300 мың ақша. Одан кейін тағы адвокат жалдадым. Ол ошым ода 1-200 мың кетті. Ода барды, келді, ішіне бітірген жоқ ошым. Ол адвокат деген өзің ағаң, өзің інің, туғаның болмаса, ол адвокат деген бос нәрсе екен. Ол деген кілең тек мана екі ортадағы посредник. Ол адвокаттар наоборот мені мақтап, мені қорғаудың орнына, олар наоборот мені қорқыта береді. Ақша ана сотпен екі ортада жүрген посредниктер ғой бәрі. Бірге оққан, бірге ішкен, жеген манағы. Ошым адвокатың деген тек манағы сотқа ана фемболға ұсталып қалмау үшін ақша беріп беретін адам болды. Мен түсінгенім сол, пайда жоқ екен адвокаттан. Или мана өзің туғаның болмаса, ар жағында пайда жоқ. Мен түсіндім оны. Енді мен мына заңның осы жерін түсінбей отырмын мен мысалы. Мынау мен ұрыдан алсам екен, ладно, мен ұрыдан алсам, ай, осы ұрыны таниды ғой, ұрыны біледі ғой, ай, осы деп мана сондай оймен бірдеме дереді. Енді ал банк деген машина банкте тұр, банк кредитте тұр. Ол банктен рұқсат сұрамай ма? Мен енді қазір деген кеше енді алдымдағы неге байланысты не болды? Сол алдымда басында 1-2 айын төледім. Енді соңында кеше 2 айын әдейі төлемей отырмын банктың. Потому что енді мен айттым банкке, маған көмектесіңдер. Мен машинамды деген енді заң жүзінде алып кетті ғой манағы. Енді мені машинамды алып кетіп отыр ғой. Мен сон добросовестный покупательмін, жазықсыз. Деп маған көмектесіңдер, сендерде жартылай машина сендерге қойып едім, олар тыңдамайды, менен кредитім сұрай берді. Мен әдейі төлемей отырмын, потому что маған машина алып беріңдер, алып бергесін мен төлеймін деп отырмын. Төлемеймін деп отқан жоқпын, төлеймін деп отырмын. Иә. Сосын мен олдан нөмірінде мен 080 деген өзім 170 мыңға сатып алған нөмірім. Оны үкіметтің өзі заң шығарды депутаттар. Осындай манағы не деп нөмірді деген осылай манағыдай осындай нөмір алса, осындай осы нөмір осы кісімен қалады, осы кісімен не істейді, жүреді деген бар ғой. Ал ол нөмірді де бермейді маған, апарып қадап тастады.
оны да бермейміз айтады дейді. Ал машқара ғой. Енді бұл енді ол деген мысалы деген адамның ақ пен қараны айыру керек қой. Мен мысалы енді мен қалың малға сол ұрлаған ақшаға былай келді ол ұрлаған ақшаға мен айтам, ал қатын алдым деймін мысалы, қарасаң ал қалың малға. Сонда мен қатынды алып кетпейтін болар енді. Мына заңды деген ақ пен қараны беру қой. 7 ай мен мысалы отырмын мына жерде деген кредит сұрап жатыр. Мен оборот айналдыратын ақшам, ол машинамен ақша тауып отқан ақшам. Мен енді біреудің жағдайы бар, біреудің жағдайы жоқ. Әркім мысалы, ал біреудің совсем жағдайы жоқ болады. Ал может апарып мынандай косякқа тығады мынандай енді. Ол любой адамның басына өтетін нәрсе ғой. Мысалы, сендер любой адамға барады да қазір, любой адамға сен деген не? Қалады сен үйің мына Атырауда қазір осы істің ішінде Атырауда біреудің үйін тартып алайын деп отыр. Шымкентте тағы біреудің несін тартып отыр. Бір әйелді Хондайын тартып алған, ол жылап жүр, мына звондап отыр маған. Қараптан қарап. Енді ол енді деген мен жердің заңның мен жерді түсінбеймін. Мен мысалы мен 4-ші покупательміз біздер. Мына машқара ғой. Мен ордан алсам екен. Енді ол бір адамды жылауын басып, екінші адам даладағы қараптан қарап даладағы адам жатып қояды деген нәрсе деген ол білмеймін заңды. Қалай кім ойлап шығарған мына заңды? Бір мәжнүн бір ойлап шығарған болар мына заңды деген. Вертяшкин шығарған заңы ғой мынау деген. Қалай ол деген мынау? Біреудің ертең ол любой адамға келеді. Сосын деген ол адамның деген адам малға сатып алғанда ол адам ұрлық екен жазылып тұрған жоқ қай нәрсе енді. Ол изъятие деген не пәле ол деген. Ұрлық деген ол білмейді ғой мысалы кім бұл ұрлық деген. Ол қазір прокурордың өзіне баршы, арзан нәрсе апаршы, ол алады. Сотқа апаршы, алады, әкімге апаршы, арзан нәрсені апарса, олар да алады. Олар айтпайды, мынау арзан екен, мынау екен. Алмайды. Тем более мен арзан алған жоқпын. Тем более мен мына 14 миллионға банк мен қазір тығып жіберіп отыр. Мен вообще полный қымбат алып отырмын, маған қымбат шығып отыр. Ну вообще просто айтып тұрған ол деген. Ол адам білмейді ғой. Бұлар деген алады да мына алған кісіні зәбірлейді. Сен неге алдың деп. Сондықтан деген мынау деген мен білмеймін мынау қандай заң екенін түсінбей отырмын мен. Ген прокурорға жаздым. Нұрсұлтанға жаздым, Атырауға жаздым. Бәріне жазып отырмын. Ешқандай отказ. Нұр Отанға жаздым. Мынау депутат, манағыдай депутат деп неприкосновенности бірдеме деп айтады дейді ғой. Оны сонда енді сонда депутаттар сонда ойнаған істеу бола ма? Ұрылармен араласады, ұрылармен бірге жүреді. Иә. Ұрылардың сонда деген ұрыларды машина сатады, еще секіріп кетеді екен оларды деген. Мына жерде біздер далада қалып қояды екенбіз. Ол қалай сонда ол деген? Ана манағы кімнің мына депутаттың Атыраудағы байдың да оның да мана айтып отыр, мына тергеуші айтады, министерство таныстары бар, мына бізге қысып жатыр деп. Енді сонда енді оларды қысып жатыр деп сонда біздер сияқты адамдар деген біздер енді мына жоқтан бар жасап отырық мына жерде қазір деген жоқтан бар жасап. Ол бір ақтөбедегі Астанада бір 32 кнопканы басып қалып бір халявый ақша түсіп, халявый тендермен мына ойнаған істеп жатқандар көп қой. Ондай істеп жатқан жоқ қой. Мен жоқтан қара темір жабыстырып жоқтан бар жасап отырған адамдар бар ақшаға. Ешқандай танысымыз да жоқ, тамырымыз да жоқ. Апалып үндемей отқан адамды келіп өздері тиісіп мынаны. Қазір мен жынданып ұйықтай алмай отырмын қазір. Ол қазір мен депутатқа бірдеме істеп жасасам да, оперге бірдеме істеп жасасам да, мен қазір бірдеме істеп жасасам, жынданып сотталып кетіп бостан босқа. Зачем мен деген? Семьям бар, бала шағам бар. Сондықтан деген мен жазатын жеріне жаздым. Енді мына айтатын жеріне мына Қасым-Жомарт Тоқаев бар, мына кім мырза үлкен отырған Нұрсұлтанда адамдар бар. Бір әділдікті, справедливості айтатын жігіттер, азамат жігіттер. Иә, одан деп мынандай беспределмен бәрі лағып қуа бермейтін бір дұрыс адамдар болар деп айтып отырмын енді. Дұрыс адамдар шығу керек қой мынандай. Дұрыстап мына істі қарап, мына сот деген мына Отарұлы Ғабайдолла дейді сот, иә. Міне Атыраудың соты. Енді соны бір енді справедливості ойлап бір азамат жігіттер шығу керек қой. Мынандай қалай мынаны заңды өзгерту керек қой. Мынау ертең мынау деген жалғыз мен емес, мынау каждый қазақтың басына түсетін нәрсе мынау. Шауып барады әкел машинаңды дейді. Шауып барады әкел үйіңді дейді. Шауып барады әкел базыңды дейді. Қаншадан бір қаңып қалады. Ол қалай зардап шегуге олар тиісті. Иә. Сондықтан деген ол деген мынау ұрымен манағы ар жазған кісімен екеуімен болу керек қой. Сол екеуін шешіп сол ұрыдан алу керек прямо. Қалай мен түсінбей отырмын. Мен тем более 4-ші покупательмін, машқара ғой деген. 7 ай отырмын қазір деген. Банк мен кредитімді қысып жатыр. Мен ертең деген денсаулығым бар қазір кетіп жатқан. Нервім жетіп отырмын. Қазір апарып бірдеме істеп тастаймын қазір. Кім виноват? Айналып келгенде мен виноват болып шығамын. Оны сендер көрмейсіңдер, мына заңның беспредел екенін білмейсіңдер. Айналып келгенде бізді апарып батыра бересіңдер. Кісіні ашуландырып отырсыңдар сендер деген. Иә. Мына мен біреуді қазір бірдеме істеп тастауға мен отырып қазір. Ал мына мысалы қолымызды кім кеседі ал? Балам шағамды кім бағады мен отырып келетін болсам білемін. Балдар үшін тек амал жоқ сабыр етіп отырмын тек. Енді деген не? Машинамды алып берсем мен төлер едім. Мына қалай бір дұрыс адам керек болып отыр. Мына машқара ғой деген, беспредел мынау деген. Үш адам таусылды. Жазбаған жеріміз жоқ. Бүкіл жерге жаздық. Ешқандай ответ жоқ. Манағы кілең ағаймен сыбай таныс тамыр бәрі отырып алып тек. Иә. Сондықтан да енді деген көмек сұраймын.
Иә, ертең любой қазақтың басына түсетін нәрсе, бәріміз бірігуіміз керек. Иә, бәріміз бірігіп, маған көмек көрсетіңдер, хабарласыңдар. Иә, кімнің жағдайы осындай басына түсіп жатыр, мынаны айтайық. Үндемей отыра бергенде пайда жоқ. Ертең мені басып тастайды, сені басып тастайды, ананы тартып алады. Мен енді ол деген өзім тып-тыныш өмір сүріп жатқан адаммын, шауып келіп менің машинамды тартып алып, мына машқара ғой деген. Ертең банк деген менің өміріме, мен мысалы 2 ай төлемей қалдым, ертең маған алда уақытта маған кредит бермейді. Ертең алда уақытта мен қазір жаңа бизнес бастап жатқан адаммын. Маған ертең кредитім жауып тастайды, банк кредит бермей қалды, 2 ай, сол үшін мен әлі төлемедім, машинам берсін деп. Ертең менің өмірім, болашағым жауып қалды. Ертең мен банктен кредит алмаймын бара-бара, осылардың кесірінен, мына беспределдің кесірінен. Енді сонда мен қалай жұмыс жасаймын алға қарай? Мына машқара ғой мынау деген. Ертең банк мен ертең не істейді? Банк оны ештеңе түсініп отқан жоқ. Мен банкке түсіндіріп айтып отырмын, қайта-қайта жазып отырмын. Олар ештеңе түсінбейді. Жау сол айырылмай отыр маған. Ал бір дұрыс азамат жігіттер болу керек қой, мынаны деген ақ па қарасын шешіп, мына заңды өзгертетін. Мына енді 3-ші, 4-ші покупательға келгенде бірден ойлап шығару керек қой. Мынау деген машина двойник емес еще. Машина двойник емес, российский емес, армянский емес. Ұрланған ақшаға алынған машина. Ол ақшаны еще біріншіден доказать ету керек. Ол ақша деген көп емес пе? Еще ол ақшаға ол машина алып, ол машинаны не подарок жасаған жоқ қой. Ол машинаны сатты, сатқаннан кейін ана Сағдат деген машинасын ақшасын қайтарып берген. Ол ақшаға дәл үй алған. Сонда бір ақшамен үй тартып алады, ананың машинасын тартып алады. Сонда деген бір ақшамен қанша нәрсені тартып алады. Ана ұрылар кеше сотта айтып отыр, мынаны деген нені машинаны нені Ақтөбеден дәл сол ақшаға сол сұрақ қойып отыр. Ана ақшаны не істедіңдер содан кейін? Мына машина сатқаннан кейін алдыңдар ақшаны. Үй алдық дейді. Сонда үй тартып алмайды ғой бір ақшамен. Мен түсінбеймін мен деген. Сонда 7 ай бойы ладно. 4 рет сот болды. Ана мына куәлер жоқ, Сағдат пен Берік. Ұрыға сілтеп тастады, ұрыны мен танымаймын. Ұрыны деген ұрынбаған сонда 5 мың теңгеден бәлен берді береді. Сонда мен сонда отырмаймын бәлен берді ақшаны түсіріп тауып. А банкке мен бәлен процент төлеп отырмын. Ол енді деген қалай ол сонда? Білмеймін, мынау машқара ғой. Ертең мен енді историямды жауып тастайды, бүкіл болашағым жауып тастап отырмын мынаның бәрі. Мен ертең кредит алмаймын мен сағарсың. Мені деген дөрақ қылып отырмын бұл жерде деген. Бауыржан, сонда сізге оперлар келгенде олар тек опис жасады да сіздің машинаңыз, тек осындай машинаны алып кетеміз, осындай номер, тек машинаны тек жағдайын жазды да алып кетті да машинаны. Анашынандай соттың үкімі болған жоқ та? Үкімі болған жоқ ол кезде. Үкімі болған жоқ. Үкімі 2 айдан кейін шыққан тек. Сізге бір қағаз көрсетті, бірақ түсіруге берген жоқ. Көрсеткен жоқ. Маған бейт тыққыштап бейтті. Көршілерінде бейтті тыққыштады. Енді сосын тек сол жерде как будто алдап сулап алып кетті болды. Почти тартып алғандай алып кетті. Енді ол мен олар қырсып өседі, біреу айтады, бермеу керек. Мен аздап оқығанымыз бар, емес грамотный. Бірақ олар маған ештеңе көрсеткен жоқ. Постановление тек 2 айдан кейін шығып отыр. 2 айдан кейін да. Машинаны негізі қайтарып береміз деп айтты да? Бір-екі апта қараймыз да, тексереміз деп сөйдеді. Мен енді 7 ай болды қазір мына машқара енді. Мына банк кредитін сұрап жатыр. Енді банкқа айтам, көмектесіңдер десем, мен айтам, ол 3 айға шейін созылу керек. 3 айдан кейін барып біздер тек көмектесеміз дейді. Мен айтам, сен 3 айға дейін, ол 3 айдан кейін, 3 айда болғаннан кейін уже маған өмір бойы кредит бермейтін қалып тастайды. История білінеді. История, ал мен ол кім маған оның бәрін моральный, материальный өчеріпті, кім маған оның бәрін кім маған істейді? Атыраудағы сол тоналған кісіні кім екенін білмейсіз да? Кім екенін білгенде, ода бір тендер ойнататын адам дейді, 180 миллион. Енді 4 жыл болған, өзінің жақындары кіріп шығып ұрланған, бәлен берді кірген, енді 4 жылдан кейін қайда жүрген, кәмелетке толмаған маған балдар үшін бардық. Ошым, ана ұрылар деген басқа сумма айтады, мыналар басқа сумма айтып отыр манағы несі үшін. Ошым ананың танысы көп. Ошым ана мына опердің өзі айтып отыр ғой, Аслан деген. Оның ананың деген министерствода ағасы бар, Астанада, ана інісі бар манағы Нұрсұлтанда. Оның связьдары көп, біздерді қысып жатыр, біздер деген оның несін қайтаруымыз керек дейді. Сонда мен айтамын, сонда оның танысы көп екен, Нұрсұлтанда манағы андай көп екен. Онда біздер сонда қалай қиналуымыз керек? Біздің танысымыз жоқ, былай қарасаң. Шырылдап анда барам, шырылдап мында барам, ешкім сөйлеспейді. Получается, ол бір үй ғой да, бір үйден шыққан ақша ғой, тоналған. Бір үйден шыққан ақша, бір сейіттен ұрланып тұр. 4 жылдан кейін ұсталып тұр осы. 4 жылдан кейін ұсталып тұр. Енді сол сіз алдыңыз, 4-ші покупатель болдыңыз. Получается, бір ақшаға бір машина сатып алынды, сосын сол машина қайтып сатылды. Сол ақшаға үй алынды. Еще енді олар сол үйді де алайын деп тұр, еще мына машинаны да алайын деп тұр, да, получается. Түсінікті. Ол еще дәл қалай кетеді, білмейсің ғой әлі. Неше машина сол. Опер біреу Оралдікі, біреу Атыраудікі болды ғой, да? Ол, мысалы, бұның заңының осындай жерлері бар. Мен түсінемін, бірақ деген манағыдай адам деген
енді 4-ші 5-ші покупатель деген ни за что ғой уже. Даже 1-ші покупатель болған жағдайда ұрыдан, да? Мен айтып тұрмын, ол білмейді ғой оны. Ол мен ұрлап алып келдім, айтпайды ғой. Мен ұрлап алып келдім, мысалы мен 1-ші покупатель болған жағдайда мен тем более мен депутаттан алып отырмын. Мен біліп отырмын, депутат екен, ұры емес екенін біліп отырмын. Ақтөбенің Нәмбай депутаты атақты кісі екенін біліп отырмын. Сонда мен біліп отырмын, ұры емес екенін біліп отырмын. Кім деген кісі танисыз ба? Көзгарин Берік деген. Көзгарин Беріктен сол Сағдат деген бар. Сағдат сатқан Берікке. Берікке мына ұрылар сатып тұр ғой, арасында ағасы бар, ошын бәрі жерде связаны. Мен Беріктен алып тұрмын. Берікке мен айтып тұрып, мен саған берші мен ақшамды, мен осындай жағдайға ұшырап кеттім ғой, мен жағдайым лақтырып кеттің ғой. Ой, ол тыңдамайды, маған бәрібір. Айтам, сен депутатсың ғой, мен саған жаза бүйтем. Жоқ, маған бәрібір. Не істесең, оны істе деп отыр ол. Енді мен оны деген қазір өз айтып тұрғасын, енді мен анау кім айтпақшы, Уәлібек айтпақшы, ұр деп тұрған қатынды ұрмай мен жарымын ба дейді ғой. Сол сияқты енді жаз өзің ойыңа келгенін істе маған деп тұрған адамға мен істеп отырмын. Сол емес пе? Ол маған айтса екен, бауыржан кеш сөйлесейік, келісейік, мына машинаны ақшаны қайтарып берейін, саған қиын болып айтса, мен әңгіме жоқ, не істеймін бұл? Онда ештеңе тұрған жоқ. Жазсам қағаздардың бәрі жоқ болып кетті. Арыздан ешқандай жоқ. Бәленбай арыз жазылды. Ген прокуратураға жазылды, Ақтауға, Атырауға жазылды, Нұр Отанға жазылды, даже Нұр Отанға жазып отырмын. Ешқандай енді жоқ. Ешқандай қағаздар жетпей қалып отырмын, білмеймін қалай болып жатқандарын. Ответ келеді, ешқандай бәрі дұрыс дейді. Ол қалай мен 4-ші покупатель алып дұрыстап енді білмеймін, енді бір құйттай аздап миы болған адам чуть-чуть мынаны деген даже ол маған даже мен 2 диплом институт оқып та керек емес қой, мынаны 7-8 оқитын бала ақ пен қараны шешіп береді ғой мынаны деген. Кімге қайтару керек екен, кімге қайтармау керек екен. Бұл не алған бардақ мына, түсінбеймін мынаны. Мына заңды өзгерту керек мынаны деген. Мынаны халық болып айтып тастақ мынаны кім айтады енді? Шырылдап ананы тартып алады, шырылдап мынаны тартып алады. Оперлер деген ойлар неге істеп отыр мысалы. Рекеттер сияқты 90-шы жылдағы. 90-шы жылдағы рекеттер сияқты ғой. Рекеттер сияқты келіп ал тартып кетті. Ешқандай привет не жоқ, кешірім қағаз жоқ. Бір адаммен хабарласып сөйлесу жоқ. Ондасаң парасат деген алмайды бұқаланып. Бір оқымаған, тоқымаған адамның несін маған айтып отыр. Кәдімгі. Дұрыстап грамотно келіп айтып мысалы кешірім сұраймыз. Жетайбай осындай сіздің қиналып қалдық, бостан босқа бір жоқ, мен бір кәдімгі мен білдірген нәрсе сияқты, мені ұрлаған, мен кісі өлтірген адам сияқты. Ал машқара ғой адамды, каждый адамды ашуландыра беретін болса, мынау халық деген мынау болмайды ма? Сонда сіз ол ұмбалы машинаны қаншаға сатып алдыңыз депутаттан? Депутаттан 9 миллионға шықты кетеді. 8,5-9-ға шықты. 9 миллионға шықты кетеді. Ол енді өзі цена сондай машина, өзі сондай. Цена сондай машина. Toyota да? Toyota Land Cruiser 200 ғой. Toyota Land Cruiser 200. Енді жылы деген 2008, бірақ енді пробегі аз болғасын, алдық қой, жағдайға байланысты еді. Сонда сол шамамен сондай ақшаға еще үй алынды сонда. Мен онда еще банкпен алып тұрғасын маған где-то 13-14 миллионға шығып отыр ғой енді. Жоқ деген. Еще мен салған ақшамды айтпай қойып қойдым. Ішін манағы по дерево қылып ішін істедім, сыртын істедім, манағыдай кішкене әдеміледім. Онда уже 14-15-16 миллионға шығып кетті ақша деген. Сосын газын құйып, бензинін құйып, жуып шайып, сол сық етіп бәрін салып апарып қолдан ұстатып жіберіп тұрмын. Ол балай. Ал енді білмеймін, мына енді бір азамат жігіттер болар деп ойлаймын енді. Ел болсын, халық болсын тыңдап отыр ғой. Бір дұрыс, бір намысы бар азамат жігіттер енді отырған сөздің арасында прокурор, соты болсын мысалы. Сол емес пе? Енді бәрібір де продажный болмас енді. Бір-екі адам қалған болар енді азамат жігіттердің. Бәрібір де продажный болып, бәрібір де бірінен қорқып дірілдеп үндемей отырмасын. Каждый шырылдаған халықты шырылдата бермейтін болар енді. Bir дұрыс бір Құдайдан қорқатын жігіттер болу керек қой енді. Сол емес пе енді? Ол зат бәрібір де шақал болмасын, продажный енді бәрі. Мен тоғанда да айтады ғой, мынағы, ана не сияқты, и у врага айтады, кинода Троя деген шал, ана хан Брэд Питтке, анау, мынағы, и у врага есть друзья деп, мысалы, у врага есть уважение деп, мысалы. У врага тоже олар соғысып отқанда қан болып бір-бірін. И у врага есть уважение деп мына жіберіп қойды ғой қанды. Сол сияқты енді мент болды деген жағдайдың өзінде менттің ішінде де бір конкретный азамат жігіттер болу керек қой енді. Ой, мен мент екен деп адамды ұра беруге болмайды ғой. Соның ішінде де ол. Тем более мынау соғыстан да айтып жатыр бір-бірін. А мынау тем более біріміз қазақпыз, бір елде өмір сүріп жатырық. Енді мен мент екенмін деп енді деген ойбайды тек менде погон жоқ екен, ода погон бар екен, осы тек мынау адам емес, хайуан екен деп болмайды ғой. Сол емес пе? Бәріміз адам баласымыз ғой. Білмеймін, мен түсінбедім, мен қазір ұйықтай алмай отырмын. Мен құрсын енді ауру сұрқаудың бәрін енді оны
кім емдейді білмеймін, атақ деген мынау енді любой нәрсе істеп тастауға бармыз қазір. Эмоциямен. Эмоция любой нәрсені қазір. Енді сізге сот болады да қайтадан да? Сот 4 рет болды. Ол сотыңда манағыдай сотыңда білмеймін енді не адамдар екен. Ол мына парасат деген өзі дұрыс істі істемегесін, анау миын айналдырып жіберген ғой. Анау миын айналып кімнің кім қайсысы кімне алған білмей отыр. Бірдеме айтсаң, оны онлайн деген бір бәле болды қазір. Айырып тастайды, оны біреу қостырады оны деген мана. Енді сосын бір сөйлесе алмайсың, бірдеме айтайын десең, айттырмайды, өзіңді тыңдап алады, айырып тастайды. Өзіңді тыңдап алады, айырып тастайды, сенікі тыңдамайды, артық. Мана өздері тек қысқа нұсқа ұрып жатыр тек. Ойларына келіп істеп жатыр. Сен адам емес сияқтысың уже. Өздеріңе керек те бір сұрақ қояды, айырып тастайды, аңың үшін таба алмай қалсың миың айналып. Оның бәрі бәрібір де білімді емес қой, компьютерге қарап отыратын. Соны естіп. Сонда да 3-4 рет сот болды, ешқандай қорытынды жоқ. Машина аламыз деп отыр үшін. Енді маған арыз жаз дейді, мен оны ұрыға қайдан арыз жазамын, мен ұрыны танымаймын ғой, қайда ол кім ол? Енді сізге ұрыдан ал деп тұр ғой да? Ұрыдан ал деп дегісі келіп тұр қазір. Мен 7 ай бойы қазір бәрі отырмын ғой, мен машина жоққа бәрі. Ол ұрыдан ұрғасын деп тұр ғой. Мына Сағдатпен мына екі берік, Сағдаттың енді құры жігіт емес қой, екеуі ан-жаққа шығып сол серік кетіп тұр ғой, депутатпен. Анау да депутаттың бірдей емес ғой. О да құр адам емес. Екеуі серік кетіп тұр. Болды. Ол еще ананың бірдеме жақындар болып шыққан олар связьдары көп қой олар. Айнап келгенде мен бұл жерде далада алып қойыппын ғой. Жарыс. Шырылдап. Ана тоналған кісіні көрдіңіз ба? Неде болды ма? Сол онлайн сотта көрсетті ме оны? Оны квадратпен тұрып, оны қайсысы тоналған, қайсысын естіген жүрмін. Айтыр ана екі баланы білемін. Сол тордың аржағында отыр. Сол тағы біреу отыр. Адвокат конкретно оны анау естіген жоқ. Квадрат тұр ғой, онлайн дейді. Ол кісі сөйлеген жоқ та, ештеңе айтқан жоқ па? Ол кісі білмеймін, бар ма, жоқ па, жоқ та болар ол. Адвокаты болар, скорее всего. Адвокат болды, адвокат отыр. Прокурорың отыр. Шаршады мен видеоға түспеймін, амал жоқ деп кеше жігіттермен көмектесін деп кеше келгесін жігіттер келе қалды, сосын айтып отқан мен білмеймін мынау енді дұрыс нәрсе емес, мынаны бір енді қарауымыз керек, қалай да болмайды мынау. Даже мынау қазір мен айтып тұрғанның өзінде қазір осы істің өзінде қазір бәленбай кісі шырылдап жатыр қазір, жалғыз мен емес, олар үндемей отыр. Ой еще қанша болып жатыр мынандай жағдай, өмірде қанша болып жатыр жағдай. Мынау дұрыс заң емес қой, мынаны шығарған депутат та кім заң шығарған адам? Түсініп тұрған жоқ, мынау не заң екен? Ішіп отырып шығарған бір мына. Или ұйықтап отырып, или ішіп отырып шығарған бір заң ғой мынау. Мынау дұрыс адам заң емес қой мынау. Сонда сол ұрланған ақшаға бүкіл сатып алынған мүлік бәрін қайтарғысы келеді ғой, получается да? Иә. Тартып алғысы келеді адам. Тартып алғысы келіп тұр ғой. Ешкім білмейді, қарапайым адам сатып алады. Білмейді. Сот келді да солай. Тартып алады, болды, анау шырылдап қалады. Ол даже сен білмейсің ғой, примерін жасап жүре ме өздері. Көрдің бе, олар қара, екі ортадағы мана изъятие дейді, мана ортадағы товарды алып алады да, товарды. Сен шырылдатып жібереді де, анау мана ұрымен мана примерін жасап жібереді де, өздері чоқ кетіп қалады болды. А сен жерде қанша адам зардап ұрыда болмай қалуы мүмкін. Ұрыда болмай қалуы мүмкін даже. Көрдің бе? Ал қара, примерін жасап жібереді, өздері келседі, а сен шырылдап қалдың, а сен білмейсің оның ұры екенін. Енді өздері мысалы қарасаң, кім болмайды, сол өздеріне де мысалы сот болсын, прокурор болсын, любой заң адамына болсын, қай адам болса да саған арзан емес қазір, жабысып алатындар. Айтпайды мынау арзан екен, мынау мен деген ұрлық сияқты ғой деп айтпайды ғой. Біз өтірік қазір бәрі мәжлім болып отыр ғой. Айналып келгенде біздерді мәжлім болып отыр ғой, қарасаң. Өздері на самом деле сол дешевый нәрсені жинап отыр ғой. Сол дешевый нәрсені жинап алған адамдарды алып отыр қайдақ та біздер, сол емес пе? Иә. Өйтіп бізге қымбат шығып кетіп отыр қазір. Олар арзан алған екен. Түсінікті. Ал сол енді, құрметті қазақ елі, ауырмайық. Бәріңіз аман, еліміз аман болсын, аспанымыз ашық, еліміз аман болсын, жұртымыз аман болсын енді. Жақсылықта келсек деймін, басқа не айтамын енді жігіттерге. Аман болайық енді. Болашақ аман болсын.